небәрі 10 минутта жасалатын, балаларыңыз сүйіп жейтін пирог жасаймыз. Ең бастысы песочное тесто жасап аламыз. Он май разрыхлительді қосып, тесто жасап аламыз. Бұл жерде майдың сапасы жақсы болуы тиіс. Жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып, үстіне қант салып, жақсылап араластырып, Барлығы қосып, бір келкетіп, қамыр қылып араластырамыз. Кішкене қолға жабысып тұрса, ештеңе етпейді. Қамырымызды салфанға салып, 15 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырымызды 2 сағат ішінде қолданып тастау керек. 100 грамм бананды шаңышқы көмегімен езіп алу керек. Келесі кезекте йогурт. Йогурт обязательно тірі йогурт болуы қажет. Йогуртымыздың үстіне 20% қаймақты қосамыз. Оның үстінен 2 жұмыртқа және де езілген бананымызды қосып, араластырып, үстінен сахарный пудра қосамыз. Обязательно сахарная пудра, өйткені қант ерімей қалуы мүмкін. Үстінен кукурузный крахмал қосамыз. Осымен салмасы дайын. Пергамент қағазының үстіне қамырды қойып, жайып аламыз. Қолмен жайсаңыздар болады, оқтаумен жайсаңыздар болады. Формамыз 24 диаметр. Кішкене бортиктерін шығарып қоямыз. 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен соң 2 сағат бөлме температурасында 2-3 сағат холодильникте ұстаймыз. Ас болса ауызға салса еритіндей пирог.